тіпті айналада қандай адамдарда не нәрсені айтып жатса да ойыңызды ада ұстаңыз, адал ұстаңыз, таза ұстаңыз. Тазалықтың басшысы, жақсылықтың басшысы сіз болсаңыз, ол как сетевой маркетингта сияқты. Сіз бір жақсы нәрсе айттыңыз ба, сізден 2 адам естіді, ол 2 адамға таратты, ол тағы 4 адамға таратты. Сіз бақыттың, махаббаттың бастауының ең төбесінде тұрасыз. Сетевой маркетингта ең жоғарғы адам қалай ақшаға, байлыққа бататындай, сіз де сауапқа, махаббатқа, байлыққа толатын боласыз. Тек жамандықтың ғана басшысы болып үйреніп алғанбыз. Тура сол сет жамандықтың басшысы боламыз. Содан кейін біздің айтқан өсек көбейе береді. Біздің айтқан жамандық көбейе береді. Сол сеттің, жамандықтың басында біз тұрамыз. Содан кейін бір күні келеміз да, неге менің басымда 5 кредит, неге мені күйеуім жақсы көрмейді, неге мені балам тастап кетті деп ойлаймыз. Себебі біз сол негативтің басындағы сеттің басшысы болып тұрмыз. Бүгіннен бастап жақсылықтың үлкен пирамидасын, қуаныштың, махаббаттың сетін өзіңіз создавать етіп үйреніңіз. WhatsApp'тан шығатын әрбір сөзіңіз, күнделікті реальный өмірде айтатын, қандай жерде айтатын сөздеріңіздің бәрі жақсылықтың жаршысы болсын. Тек махаббатпен өмір сүріп үйреніңіздер.